Қойдың құйрық майын дайындайын деп жатырмыз. Сіздерге де пайдасы тиіп қалар деп әдісімен бөлісіп қояйық. Майымыз қайнап жатыр, енді 15 минутта қайнатып, сорпасын төгіп тастаймыз өрет. Ал көрейік. Қайнап жатыр, енді осылай 40 минут қайнатамыз. Осылай 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз. Ал енді құйрық майымыз дайын болды. Мен көбінесе осылай нанға қойып жеймін. Керемет, көбінесе таңғы уақытта жейміз, өте дәмді. Сіздер де осылай дайындап жүрсеңіздер болады, пайдасы тисін.